Бәріңізге сәлем. Бүгін ханым деп аталатын керемет дәмді астың рецептімен бөлісемін. Соңына дейін көріңіздер. Бірінші қамырын дайындаймыз. Жылы суға жұмыртқа мен тұзды қосып араластырып аламыз. Сосын ұн қосып қатты қамыр пайда болғанша илейміз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Салмасына пиязды видеода көрсеткенімдей квадрат етіп тураймыз. Картопты да дәл солай турап аламыз. Фарш, пияз, картоп бәрін араластырып, дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз қосамыз. Күнбағыс майын құйып, бәрін қолмен жақсылап араластырып алғандарыңыз дұрыс. Қаласаңыздар барынша майда етіп туралған сәбізді қосып жіберсек, асымызға ерекше дәм береді. Енді қамырды 3 бірдей бөлікке бөліп алып, жұп-жұқа етіп жаямыз. Бетіне ерітілген сары май жағамыз, немесе күнбағыс майын қолдансаңыздар болады. Ені 7 см болатындай етіп, қамырымызды кесіп, фаршты саламыз. Видеода көрсеткенімдей орап шығамыз. Мантоваркада 45-50 минутта пісіріп аламыз. Біздің ханымымыз дайын, дәмі тіл үйірер, хош иісті керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріп, нәтижесін комментарийде жазып өтіңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.